Қайырлы күн достар. Бүгін дәл осындай сүйкімді білезікті жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 түсті бисер, бекіткіштер, жіп, ине, инеміз өте жіңішке болу керек, бисер өтетіндей. Және кітап. Кітабымыздың сырты қатты болғаны көзімізге тиімді. Сосын, ең басты дүние бізде кесте болуы керек. Ал достар, бірге жасайық. Ең бірінші бізге жіп қажет. Жіпті орналастырмас бұрын біз кестедегі бисерлеріміздің санын санаймыз. Бізде 12 керек екен. Ендеше қазір жіпті айналдырып, өткізіп 12 жасаймыз. Қазір көрсетеміз сіздерге. Біреу болды. Екіншіміз. Дәл осылай айландырып 12-ні шығарамыз. Енді инемізді сабақтап алып, бір жақ ұшын ғана алып, бірінші жіпке байлаймыз. Келесі кестемізге назар аударамыз. Кестедегі қызыл түсті домалақтарды мен қызғылт түсті бисермен, қара түсті домалақтарды қоңыр түсті бисермен, көк түсті домалақтарды мен ақ түсті бисермен тоқитын боламын. Бірінші қатарға назар аударатын болсаңыздар, менде 12 қызғылт түс екен. Ендеше инеме 12 қызғылт түсті бисерді өткізіп аламын. Жақсы, 12 бисерімді санап алдым. Енді инемді жіптердің ең астынан өткіземін. Әр бисерді әрбір жіптің арасына орналастырамын. Жақсы, әр бисерімді әр жіптің арасына орналастырып болдым. Енді инемді әр жіптің үстінен өткіземін. Бисердің арасынан, бірақ жіптің үстінен өткіземін. Мұқият болыңыздар. Егер де жібім үстінде қалатын болса, ол шығып кетеді. Жақсы достар, біз бірінші қатарды жасап болдық. Енді екінші қатарды жасаймыз. Екінші қатарымда менде қызғылт түсті бисерден 6 екен, 6-ды санап аламын. Сосын қоңыр түсті бисерден 3 екен, 3-ді санап аламын. Және де ең соңында қызғылт түсті бисерден тағы да 3 бар екен. Дәл осылай инемде орналасуы керек. Жақсы достар, тағы да бисерімізді өткізіп алам. Тура жаңағы сияқты жіптің астынан өткіземіз. Және де әрбір жіптің арасында бисерлерімізді орналастырамыз. Мына жерде бізде бірінші жібім босап қалды, оны мен мына жақ жіпті тартып қатайтып алам. Ал енді оң жағымда шығып тұрған жіппен астыңғы жағын қатайта аламын. Енді үшіншіге кезек келді. Үшінші қатарда менде дәл осылай орналастырамын. Кесте бойынша салыстырып қарап алсаңыздар болады. Тура жаңағы сияқты жіптердің арасынан астына өткіземін. Міне, енді орнына келе аламын. Жаңағы істерімізді қайталаймыз. Ешқандай қиындық жоқ. Мұртынған өмірі, құлбырған өңірі, өзгеден тұратын дарқан. Атыңнан айналдым жаңарған. Қарында гүл өсіп тұрады жүресіп, құлынның жанары жарыққандай. Қызғалдақ қырғызы, мінезі қырмызы, тәттікті әлемге танытқандай. Нұртынған өмірі, құлпырған өмірі, өзгеден тұратын дарқан. Атыңнан
айналдым жаңарға. Мұртынған өмірі құлпырған өмірі өзгеден тұратын дара-дарқа. Атынан айналдым жаңарға. Осыған дейін қалай істедік? Осыған дейін істегенімізді керісінше қайтадан десек шығамыз. Яғни тура тең ортасында істемеуіміз, одан кейін одан басқа істейміз. Ұрағы ұрыстық, ұраны туыстық, жүз тілдің арнасын біріктірген. Ақындар ергесі, батырлар өлкесі, жеріне аппақтан бүліп кірген. Мұртылған өмірі, құлпырған өмірі өзгеден тұратын дара-дарқа. Атынан айналдым жаңарға. Мұртылған өмірі, құлпырған өмірі өзгеден тұратын дара-дарқа. Атынан айналдым жаңарға. Атынан айналдым жаңарға. Байқасаңыздар, шет жағын тек қане қызғылт түсті бисермен әсемдейтін боламыз. 10, одан кейін 8, 8-ден мен кейде 2, 6-дан жасаймын, мүмкін 3, ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты орналастырасыздар. Жақсы достар, міне мен бір жағын бітірдім, енді екінші жақ шетін жасап жатырмын. Барады ауылым көшіп Қызылжарға. Екі жақ шетін жасап болғаннан кейін кітаптан шешіп аламыз. Сосын артық жіптерін кесіп алып тастаймыз. Қолымызға өлшемін өлшеп аламыз, шеттіктерін бекіту үшін. Ол үшін білезігіміздің бір жақ шетіндегі жіпті тең ортасынан 2-ге жарып аламыз. Сосын дәл осындай бекіткішіміздің бір жақ шетін орналастырамыз. Әрине достар, міндетті түрде қатты байлау керек. Мен бірнеше мәрте байлаймын. Байлап болған соң қиып аламын да, міндетті түрде ұштары тарқатылып кетпес үшін отпен күйдіріп аламын. Мінекей достар, дәл осылай болады. Енді екінші жақ шетінде тура солай 2-ге бөліп аламын. Және де бекіткішімнің екінші жақ шетін орналастырамын. Қалды қарайғандай, қамыс қалды, ауылы қалқатайдың алыс қалды. Сосын өзіме ұнайтын әдіс, жіп ұзын болып қалып жатса, мен оны өріп қоямын. Алыс қалған қарай-қарай. Вау, қараңыздаршы, міне дәл осындай сүйкімді қоян браслетіміз, яғни білезігіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерден қолдау күтемін. Бізде ынтызар ай.